ойшыл, фольклортанушы, этнограф, тарихшы, қазақ мәдениеті мен әдебиетінің белгілі тұлғасы мәшһүр жүсіп көпейұлының өлер алдындағы айтқан болжамдары әлі күнге дейін ел арасында қызу талқылануда. Өзінің өліміне 10 жыл қалғанда 1921 жылы мәшһүр жүсіп бар туыс-тумасын жинап, бір жерді анықтап көрсетіп, менің мазарымды осы жерден қазыңдар, мені жатқызып емес, отырғызып жерлеңдер, әлсін-әлсін хабар алып тұрыңдар, менің денем 40 жыл бойы бұзылмай сақталады деген екен. Мұның себебін сұраған ауылдастарына 73-ке шыққанша балталасаң да өлмеймін, 73-ке шыққан соң сұрасаң да тұрмаймын деген екен. Мен өлген соң қатты әлсірейсіңдер, ас беріп жаназа намазымды оқытпақ түгілі бақа шаян теріп кетесіңдер деп 1931 жылғы ашаршылықты күні бұрын болжаған екен. Расында сопы жан тапсырған соң әлсіреген туыстары әулиенің мәйітін дайын мазаратқа әрең апарып жерлейді. Содан соң әулие мәшһүр жүсіп сөзін былай деп жалғайды. Жұт келеді, қалың қазақ қырылады. Жұттан аман шыққан ел 70 жыл бойы құдайсыз қоғамда өмір сүреді. Одан кейін елді 30 жыл бойы ұры-қарылар былықтырады. Осының бәрінен өткеннен соң ғана қазаққа қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман туады деп болжаған екен. Әулие мәшһүр жүсіптің 4 болжамы орындалып кетті. Олар өзінің өлімі, ашаршылық, 70 жыл атеистік компартия, 30 жыл ұры-қарының билеуі. Енді 5-шісі бейбіт, бейқам заман, елге адал сүт емген бейбіт басшылардың келуі. Өзі өлерден 1 жыл бұрын, яғни тірісінде өз зиратын өзі қаздырған мәшһүр жүсіп, мен өлгеннен кейін жаздың ыстық айлары ақыретімді айырбастап отырыңдар, қыс керегі жоқ. Көпейұлы жүсіпке Құдай рахмет айтсын. Маған келіп бата жасамақ түгілі әркімнің басына тұрымтай тұсында заман болады. Мен көрмеймін, сендер көресіңдер деп айтса керек. Дана бабаның маған келіп бата жұмсамақ түгілі әркімнің басына тұрымтай тұсында заман болады деген сөзі тұтас бір халықтың тоз-тоз болып кетуіне әкеп соққан 1930 жылғы орталық комитеттің ұжымдастырудың қарқыны және мемлекеттік колхоз құрылуына көмек шаралары туралы қаулысын меңзеп тұрғандай. 1930-1932 жылдары Қазақстандағы әйгілі жұт аштық жайлағаны мәлім. Осы аштықтың салдарын көре білген мәшһүр жүсіп 1 жыл бұрын өзінің асын бергізіп, жаназасын оқытып, жоқтау айтқыздырған. Бұл жайында ақын Дихан Әбілов естелігінде біз барғанда Майшекең болашақ мавзолей зиратының астыңғы қабатынан лайықталатын бөлме, өзі жататын орын қазып жатқандардың қасында тұр екен. Қазыңдар, терең қазыңдар, мәшһүр қашып кете алмайтындай етіп қазыңдар деп сылқ-сылқ күледі де, кең қазыңдар, 10-15 адам сиятындай кең болсын, кірпіштері берік қалансын деген көрінеді. Тірілігінде ұры-қарылардың, озбыр қиянатшыл, аю мінез әкімдердің қара халыққа жасаған қиянатын қызыл тілмен қылыштаған мәшһүрдің шатағы аз боп па? Тірімде тістері батпаған сол сойқандар мен көз жұмғасын өш алуға үстімнен арыз жаудырып, мүңкір нәңкірге тергеттірмей қоймас. Сонда менің мұндағы дұрыстығымды қорғауға бірнеше періштелер келер. Кең қазыңдар деп Мәшекең сылқ-сылқ күліп тұрады екен. Мәшһүр жүсіп 1931 жылы 27 қарашада қайтыс болған. Бейіті 2 бөлмелі үй түрінде салынған. Төргі үйінде шкаф тұрыпты. Ондағы 2 қатарда араб-парсы тілінде жазылған 60 кітап жиылып тұрған. Шкафтың үстінен тірі күнінде қолданған ер тоқымы орын алыпты. Үйдің оңтүстік жақ қабырғасында қойдың 40 кәрі жілігі ілулі тұрыпты. Діни жолмен қарағанда 40 жілік күзетші болу керек.
Осы төргі үйдің астын биіктігі 2 метр, ұзындығы да сондай өлшемде терең етіп қаздырған екен. Мәшһүр Жүсіптің денесі осы айтылған жерде жатыпты. Ауыз үйде түрлі ыдыс-аяқтары тұрыпты. Самауыр, шынаяқ, тәрелке, ақ шәйнек, қасық, су құйғыш, ет салатын ағаш табақ, тайқазан, оқтау, орамал, тұз, үгулі насыбай, балта, күрек, шымшуыр, шелек, сыпырғыш, пышақ, қайрақ, біз, дойбы, ара, темір, кекпір. Осы заттардың барлығы биік үстелдің үстінде жиылы тұрған. Келген-кеткен жолаушылар тамағын істеп ішіп, әлгі заттарды пайдаланып, қайтадан орнына жуып тазалап қояды екен. Ауыз үйдің төр жақ қабырғасында ұзыны мен көлденеңі 1,5 метрдей жұқа тас ілулі тұрған. Бұл тас бейіт салатын жерді қазып жатқанда табылыпты. Сол тасқа Мәшһүр Жүсіптің өзі 73-ке жеткенше балталаса да өлмеймін, 73-тен әрі сүйресең де бармаймын деген сөзді жазып, мен өлгеннен кейін іліп қойыңдар деп тапсырған. Атамыздың кесенесі 1977 жылы жаңартылды, ал 2006 жылдың күзінде қазіргі кесенесі ашылды. Мәшһүр Жүсіп үлкен баласы Шәрәпиденге мен өлгеннен кейін 41 жылға дейін денем бұзылмайды, тек жаздың ыстық айлары ақыретімді айырбастап отырыңдар, қыс керегі жоқ, сонда көздерің жететін болады деп өсиет етеді. Біреулер денесін шіртпейтін арнайы дәрілік шөптер ішкенін айтады. Ондай дәрі болса, басқа әулиелер немесе басқалар, байлар неге қолданбады екен? Тіпті топырақтың құнарлығында алға тартқандар да бар. Қалай болғанда да бұл Алланың әмірімен болған жағдай. Мәшһүр Жүсіптің немересі Сүйіндік Көпеев марқұм да өз естелігінде 1946 жылы Сәбит Мұқанов келіп қабірдің ішіне түскен еді. 1950 жылы өзім де түсіп денесін сипаған едім. Сонда жадағай жерде жатса да бір түрлі хош иіс шығып тұрды. Ешбір құрт-құмырсқа, көрлі жайлап алатын сасық күзен, тышқанның ізі білінбеді деп жазған болатын. Мәшһүр Жүсіп бабамыздың мазарына қызыл өкіметтің жендеттері талай келіп, ішіне кіре алмай, немесе жолда ажал құшқан кездері болған. Ал зиратын жермен жексен еткен хатшы да, оны бұзған адамдар да кейін қарғысқа ұшырап, оңбай кетсе керек. Тіпті ұрпақсыз кеткенін көрген жұрт әулиенің ісі ғой десетін. Мәшһүр Жүсіптің немересі Қуандық Пазылов былай дейді: бала кезден есінде 1947-1948 жылдар болу керек. Бейіт ауыз үйден және төр үйден тұратын. Төр үйінің есігі қылуеттің қақпағындай. Адамдар қақпақты көтеріп ашып, сатымен түсетін. Екі қария дәретін алып түсіп, денесіне ақ жабады. Алдын ала жағып, дайындап қойған шамды маған алып бер дейді. Апарып берем. Бала болсам да құлағымда мына сөздер қалып қойыпты. Уәли деген ауылдық кеңестің төрағасы бар еді. Сол қарын тұсын саусағымен басып көріп, былқылдап жұмсақ жатыр деді. Сосын тек бақайының тырнағы түсіп қалғанын айтты. Әулие бабамыздың айтқаны келіп, еліміз өсіп, өркендей берсін. Көріскенше күн жақсы.